Келесі 828 есебіміз 27 саны 351 санының қандай бөлігін құрайды дейді. Оны бөлу үшін 27-ні бөлеміз 351-ге. Бөлшек түрінде жазатын болса 351-ден 27 болады. Қысқартатын болса 13 болады. Бөлшектің бөлімінде алында 1-ге тең болады. Онда 27 санының өзіне қысқарттық. Келесі 114,8 саны бөлеміз 74-ке. Ондық бөлшекті бөлшек түрінде жазу үшін 148 деп алайықта, ал 74-тің соңына 0 тіркейік. Сонда оның нәтижесі тең болады 5-тен 1-ге. Яғни 148 санына қысқарттық. Келесі үшінші есебімізде 17-ні бөлеміз 88,4-ке тең. Үтірден құтылу үшін 0 жалғаймыз, сонда 170 болады. Бөлшектің бөлімінде 884 болады. Қысқартайық, бөлшектің бөлімінде 442 болады, алдында 85 болады. Яғни 2 санына қысқарттық. Келесі 63-ті бөлеміз 94,5-ке тең. 945 деп алайықта, алымына 0 жалғайық, сонда 630 болады. Қысқартамыз, 3 болады, 315-ке 2 болады, сонда 3-тен 2-ге тең болады екен. 829 есебіміз. Бүркіттің орташа өмір сүру уақыты 20 жыл. Және ол ең ұзақ өмір сүру уақытын 4-тен 1-ін құрайды. Бүркіттің ең ұзақ өмір сүру уақытын табыңыз. Оны білу үшін 20-ны бөлеміз 4-тен 1-ге. Сонда 20 болады, бөлшектің бөліміне 1 түседі, алымы 4-ке тең болады. Нәтижесі 80-ге тең екен, яғни 80 жыл болады екен. Бұл біріншісінікі. Екіншісін шығарайық. Пілдің орташа өмір сүру уақыты 60 жыл. Яғни ең ұзақ өмір сүрудің 3-тен 2-сін құрайды дейді. Бөлінген 3-тен 2 тең 60 көбейтілген 3 бөлінген 2 тең 30 болады, сонда 90 жыл болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Түйе ең ұзақ өмір сүру үшін 70 жыл. Орташа өмір сүру уақыты оның 14-тен 5-ін құрайды. Түйенің орташа өмір сүру уақытын табыңыз. Сонда 70 көбейтілген 14-тен 5 болады екен. Қысқартайық. 5 санына тең, 5 пен 5-ті көбейтетін болсақ, 25 жылға тең болады екен. Келесі 830 есебіміз. 1 литр бензиннің массасы 690 грамм. Оның 1 литр керосинмен қоса алғандағы масса 1485 грамм дейді. Енді осы жерден керосиннің салмағын білуге болады. Сонда 1485-тен азайтамыз 690 грамм бензинді. Азайтқан едік 795 грамм болды. Бұл бізде керосиннің салмағы. Енді 1 литр бензин бізде 690 еді, керосин 795 еді. Қанша граммға кем деді. Сонда 795-тен азайтамыз 690-да. Сонда 105 граммға кем болады екен. Келесі 831 есебіміз. 40,19 санының жартысы. Яғни 40,19-ның жартысы деп болғанымыз. 2-ге бөле саламыз. Ona нәтижесі тең болады 20,45-ке. Келесі бұл біріншісі. Екінші сұрақтың жауабы 33 санының 4-тен 1 бөлігі. 33-тің көбейтеміз 4-тен 1 бөлігі. Ол деп отқанымыз бөлшектің бөлімінде 4 болады, алымында 33 болады. Араласаң айналдыратын болсақ 8,4-тен 1 болады. Ол дегеніміз 8,125-ке тең. Келесі үшінші сұрақтың жауабы жартысы 7,9-5-ке тең дейді. Яғни 7,9-дан 5-ті көбейтейік 2-ге. Бөлшектің бөлімінде 9 болады. Көбейтіндісі 68 болады екен.
68 көбейтілген 2 қысқармайды. Онда 136 болады. Алымда бөлшектің бөлімінде 9 болады екен. Аралас санға айналдыратын болсақ 15,9-дан 1-ге тең болады екен. Келесі 4-ші сұрақтың жауабы 10,3-тен 1 санының 8-ден 1 бөлігіне тең санды табыңыз. Яғни 10,3-тен 1-дің 8-ден 1 бөлігі 3, 31 көбейтілген 8-ден 1. Бөлшектің бөлімі 24-ге тең болады, алымы 31-ге тең болады. 1,24-тен 7-ге тең болады екен. Келесі 5-шісі 89,189 санының 100-ден 1 бөлігі көбейтеміз 100-ден 1-ге. Оның нәтижесі тең болады 0,10,8989-ға. Келесі 6-шысын шығарайық. 6-шы 3-тен 1 бөлігі 25,9-ға тең. Яғни 25,9-ды көбейтеміз 3 санына. Оның нәтижесі тең болады. 77,17-ге. Келесі 7-шісін шығарайық. 1001 санының 6-тан 1 бөлігін табыңыз дейді. 1001-ді көбейтеміз 6-тан 1-ге. Нәтижесі 1001 болады. Бөлшектің бөлімінде 6, 166,6-тан 5-ге тең екен. Келесі 8-ші сұрақтың жауабы 1,17 және 7-ден 1 сандарының қосындысы. Қосылайық. Бірінші 1,17 мен 7-ден 1 сан. Аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазайық. 17 қосылған 7-ден 1. Ортақ бөлім 70 санынан болады. 10-нан берем, 7-ден береміз. 1 бүтін бөлшектің бөлімінде 70, 49, 59-ға тең болады. Енді осының 1,70-ден 59 санының 10-нан 1 бөлігі, яғни бөлеміз 10-нан 1-ге тең болады. Бөлшектің бөлімінде 70, 129 болады алымында, көбейтілген 10 болады екен. Тең бөліп жіберетін болса 7-ге тең. 129-ды бөлеміз 7 санына. Ол дегеніміз 18,7-ден 3-ге тең болады екен.